Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін мен жаңа жылдық Мадагаскар мультигін айтып берем. Марти, Алекс, Глория, Мелман мұрттан басқа ешкім келмеген отырыста тілек айтып, Мадагаскар аралымен қоштасып, әуе шарына отырып, Нью-Йоркқа бет алады. Алайда бір кезде әуе шарына шабуыл жасалады. Содан олар ойбайлап, маңырап аралға қайтып құлайды. Бұл Джулиандар екен ғой, төртеуін қызыл түнгі гоблин деп ойлап қалған. Бір кезде аспанда қызыл түнгі гоблин пайда болып, қара тастармен ата бастайды. Нақтырақ айтсақ көмірмен. Арал тұрғындары окоптарға тығылып, Джулиан әскеріне шабуылдауды бұйырады. Бірақ олардың бәрі қатардан шығып қалады. Сонда Алекс дух жинап, қызыл түнгі гоблинді атып түсіреді. Ол аралға құлайды. Бәрі оған жүгіріп, соңынан келатқан төртеуі қызыл гоблин деген кісінің Аяз ата екенін түсінеді. Джулиан мен Марис оның ішінде секіріп ойнап жүр, батут сияқты. Төртеуі Аяз ата дейді. Бірақ ол есін жоғалтып алыпты, өзінің кім екенін білмейді. Басы шишка болып қапты. Алекс, ё-майо, жаңа жыл мерекесін құрттым дейді. Бірақ бір кезде ол Аяз атаға сыйлықтарды таратуға көмектесіп, Аяз ата оларды Нью-Йоркқа жеткізіп салады деген жоспар құрады. Сөйтіп олар бұғыларға келгенде пингвиндер пайда болады. Олар бір-бірін таниды екен, бұрыннан келатқан жаулар. Бірақ Прапор мен Купидон есімді бұғы қыздың бір-біріне деген махаббаттары оянып кетеді. Шкипер оған шапалақ беріп, есіңді жи дейді. Алекс оларды Нью-Йоркқа жеткізіп салуды сұрағанда, бұғылардың көшбасшысы пингвиндерге айтсай деп талпасын жинап кетіп қалады. Бұғылар алтын сияқты бір бәленің арқасында шатындықтан пингвиндер өзіміз жеткізіп саламыз дейді. Бір мәселе шешілгенде екіншісі пайда болады. Аяз ата кеткісі келмейді. Содан олар өздері ұшуды шешеді. Топ Канада елінде аман есен қонады, соғылсады. Мелман сыйлықты үйге дымоходпен кіргізейінде бітіп тұрып қалды. Алекстер үйге басып кіреді, бірақ сигнализация ойнап кетіп, олар қашып, сыйлықты үйге лақтырып, бәрі соннан ұшып кетеді. Бір жерге қонған олар дүрліге бастайды. Алекс жақын жердегі поштаға барып, барлық сыйлықтарды сояққа лақтыра саламыз дейді. Кейін пошташылар өздері жеткізе салады дегендей. Бірақ ұша бергенде бұлар гирляндыға тұрып қап, үйдің қабырғасын бұзады. Іште кішкентай қыз. Ол бұларды Аяз атаның көмекшілері деп санап қуанып кетеді. Қыз бұларды жаңа жылдарымен құттықтап құшақтайды. Сосын төртеуіне бір-бір пішнайдан беріп, ұйықтауға кетеді. Төртеуі кішкентай қыздың сондай сүйкімді қылығынан поштаға барудан айнып, сыйлықтарды өзіміз жеткіземіз дейді. Сөйтіп олар әлемнің әр бұрышындағы адамдарға сыйлықтарды жеткізе бастайды, қиын болса да. Олар Нью-Йоркқа жетті. Басқа жақта Джулиан скелет қызына сыйлық сыйлайды. Біздікілер сол уақытта сыйлықтардың бәрін таратып тастаған. Жоқ, бір дорба қапты. Бұл сыйлықтар өздеріне екен. Аяз атаның бұл жақсылығынан Алекс Аяз атаның артынан қайтып баруымыз керек дейді. Пингвиндер алтын сияқты бір бәленің Мадагаскар аралына баруға ғана жететінін хабарлайды. Барсаң қайталмайсың дегендей. Төртеуі ойланып Мадагаскарға қайтады. Жақындағанда алтын сияқты бір бәленің күші жоғала бастайды. Алайда Прапорды алыстан Купидон жандандырып, ол жалғыз өзі оларды аралға дейін жеткізеді. Бірақ Аяз атаны қағып түсіреді. Оның жады оралды. Біздікілер атаға барлық сыйлықтарды жеткізгендерін мәлімдейді. Бірақ шын мәнінде олар багажниктегі бір дорба сыйлықты көрмей қап, оны жеткізбепті. Сондықтан Аяз ата сыйлықтарды жеткізуге асығады. Прапор Купидонмен қоштасып, оны жібереді. Содан біздікілер жаңа жылды Мадагаскарда атап өтуді шешеді. Олар Медеу мұз айдынында сырғанап жүргенде. Джулиан кокос атып жатыр. Тіпті қар жауып жатқан секілді. Бірақ бұл лемурлар екен. Джулиан Алексқа кокос тигізіп, енді ол жадын жоғалтып алды. Өзінің кім екенін білмейді. Соңында Джулиан кокосты мұртқа шаптайды. Жаңа жылдарыңмен, достар.